қаласы Мұхтар Әуезов мектеп-гимназиясының шебер-қолдар үйірмесі. Шебер-қолдар үйірме жетекшісі Байзақова Мадина Бекбалақызы. Қазақтың бас ақыны, жазба әдебиетінің негізін салушы, аудармашы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойының қарсаңында ақынның мына бір тамаша өлең жолдарымен сабағымды бастағым келіп отыр. Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың төресі сол деп, ұлы ақын жырлағандай, халқымыздың кез келген туындысын, қолөнер шеберлігін өскелең жас ұрпаққа мұра етіп жеткізу біздің бүгінгі ұстаздық борышымыз деп білеміз. Шығармашылық тақырыбым сәндік қолданбалы өнерді ұлттық педагогикамен, жаңа әдіс-тәсілдермен ұштастыру. Мақсатым жаңа технологиялардың тиімді элементтерін үйірме сабақтарында пайдалана отырып, сәндік қолданбалы өнердің түрлерімен оқушыларды шығармашылыққа баулу. Міндетім қазақ халқының асыл қазынасының бірі сәндік қолданбалы өнерді бойларына сіңіріп, оның жаңашыл мазмұнын, стилін, заман ағымына лайық өзгеріске ұшырауын талдап, шеберлікке үйретіп, тәрбиелік мәнін ашып, өскелең ұрпаққа жеткізіп отыру. Сабақтың тақырыбы фоамирен түс қағаздарынан раушан гүлдерін жасап үйрену. Біз гүлдерді жасамас бұрын алдыменен үлгілерін жасап аламыз. Гүлдің үлгісін жасау үшін бірінші үлкен және екіншісі кішкене пішінде қиып аламыз. Жапырақшаларын да солай. Міне, жапырақ бөлшекшелері бәрі осылай қиылып алынады екі пішінде. Сонымен қатар мен алдын ала дайындап қойдым. Міне, дайын емес, бірінші көрсетейін. Бұны мынандай түрі жаңағындай пішінге келтіру үшін фоамирен қағаздарын ысып тұрған үтікке ысытып аламыз. Сонда мына қағаз денесі босаңсиды. Босаңсығаннан кейін, осы ысығаннан кейін дереу гүлдің пішінін келтіріп аламыз. Әркім өз ыңғайына қарай пішінін келтіріп алуға болады. Осылай келтіріп аламыз. Гүлдермен қоса мына жапырақшалар бәрі солай болады. Сонымен қатар міне күлтешенің астындағы жапырақшалары болады, гүлдің, раушан гүлдің астында, соны келтіру үшін оны да алдын ала қырқып, кесіп дайындап алғаннан кейін үтікке жылытып, бұлай кішкене мұшпақ формаларын шығарамыз. Біз енді раушан гүлін құрастырамыз. Мынадай сым беріліп алып, өзімізге ыңғайлы дәл ортасынан келтіріп аламыз да, жаңа біздің гүліміздің ортасындағы түйіншесі болып саналады. Оған келтіріп жасау үшін бізге бірінші ыстық клей көбегімен келтіріп аламыз. Осылай гүлдің күлтешелерін бәрін жеке-жеке бір-біріне жабыстырып шығамыз. Өйткені бұл гүлдің ортасындағы енді ашылатын ортасындағы түйіншесі. Біздегі бірінші қабатымыз. Енді осылай қабаттап кете беру үшін біз кішкене пішіндегілерді алып алдық.